Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі видеода мен жаңа сериал түсіретін боламын. Бұл сериалдың тақырыбы Жетігүл фильмі, яғни Жетігүл деген сериалды түсіретін боламын. Бұл сериал сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Және достар, активті көтеріп жіберсеңіздер, мен де соңғы кездері актив болмай кеттім. Және де достар, сіздерге бұл сериал ұнайды деген ойдамын. Және де достар, бұл сериалды бастамас бұрын лайк пен подписканы ұмытпаңыздар. Ал біз онда сериалымызды бастаймыз. Кеттік. Ал шашып болдық. Мына жердің бәрін жинап қойыңдар. Мен кеттім. Мен де жүр кеттік екеуміз. Ай. Отырып тамақ ішіп алайын мен. Мен де біттім. Нақтенді жинау керек. Кеттік қыздар. Кеткеніміз қыдырып қайда. Ал біз онда бізде кеттік. Болсын сен жинай салашы. Біз шаршап тұрық. Жаңа біздің подругамыз келгенбіз. Үйі жинап үлгермейміз. Кеттік. Жарайды. Мен қазірші жинағым деп тұрған жоқ. Кішкене жата тұрайын. Так, мына ыдыстардың бәрін жуып тастау керек. Шаршап тұрғаным ай. Мына бәрін кім жинайды екен, енді өзім жинамасам ешкім жинамайды. Тістеу жинап тастайын мына жерді. Мам, сіз неғып жуасыз? Өзім жуам ғой. Ой, енді ешкім жоқ болған соң жуа салайын дегем. Қой бер, өзім жуа салам. Сен жатып демала бер. Жоқ, мам, өзім жуа салайын. Сізге жатып демалу керек. Жарайды, рахмет қызым. Мәссаған мына жерді енді тез жинап тастау керек. Тез жинайын. Олжан, Олмекен, не істеп жатсыңдар? Телефон шұқылап жатсыңдар ма? Әкеліңдер телефондарында. Оданша барып баттутпен ойнаңдар. Сосын ойыншықтармен ойнаңдар, немесе достармен, бассейнге шомылыңдар немесе. Достарың көп қой сендердің, доппен ойнаңдар. Яқта үйшіктерінде бар. Сендерге бәрін соқ берді қой, сол ойнаңдар сол жерде. Жарайды. Енді кешкі тамақ істеу керек. Кешкі тамаққа не берсем болады екен? Мам, не істеп жатырсыз сіз? Кешкі тамақ істейін деп жатырмын. Кешкі тамаққа не істейсіз? Білмей тұрмын сол. Не істесем екен деп тұрмын. Сіз онда жатып демалыңыз, мен тамақты өзім жасармын. Сізге демалу керек, оның үстіне көп жұмыс жасамау керек. Оның бүкіл нәрсені өзім істей берейін, сіз жатып демалыңыз. Жоқ, мен көп демалып қойдым. Оның үстіне өзім істей салайын. Жоқ, мам, өзім істей салам ғой. Сен оның үстіне тамақ жасауды білмейсің. Саған әлі үйрену керек. Жоқ, мам, білемін ғой. Алдында сізден қарап үйрене алғанмын. Өзім істей саламын, сіз барып жатып демала тұрыңыз. Немесе білмеймін енді не істейсіз. Немесе телевизор көріп отыра тұрыңыз. Жоқ, қой бер, істей салам өзім. Жоқ, мам, өзім істей салам ғой. Жарайды, қызым, рахмет саған. Так, кешкі тамақты жасау керек. Бәрін істеп біттім, ал енді бәрін шақыру керек. Мам, келіңіздер. Мәссаған тамақтарын өте дәмді болыпты. Ой, тамағын өте дәмді болыпты. Ол болсын. Я, рахмет, мам. Ал тамақ жеп көрейін мен. Өте дәмді екен. Күшті дәмді екен. Рахмет. Айтпақшы, ерсен бізде гендер-пати болады. Ол немесе қыз екенін анықтаймыз. Енді гендер-патиде көреміз. Ура! Мә, ол болам екен. Қыз болса не істейміз? Жоқ, ол болады деп ойлаймын. Жарайды, оны көре жатармыз. Достар, осы менің бірінші бөлімі, яғни Жетігүл сериалының бірінші бөлімі аяқталды. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Және достар, сіздерге қысқа қылып түсірдім. Өйткені менде актив болмай кетті. Сол себепті сіздерге қысқа қылып түсірдім. Достар, енді келесі бөлімдерде өте қызықты қылып түсіремін. Бұл сериалда да қызықты болды деп ойлаймын. Всем пока!